Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге тауық аяқтарын көкөністермен пеште пісіретін боламын. Ең алдымен бізге керегі тауықтың аяқтары жақсылап жуып, таза үлкен ыдысымызға орналастырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш және дәмді тәтті паприка, қара бұрышымызды, соя тұздығын 2 ас қасық қосамыз. Дәмдеуіштеріміздің бәрін қосып аламыз. 2 ас қасық майонез, 2 ас қасық кетчуп, 3 ас қасық сұйық майымызды және 3 тісше сарымсағымызды, 1 ас қасық миотты қосып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Осы рецепт бойынша маринадтасаңыздар, тауық аяқтары өте дәмді, қып-қызыл әрі сочный болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің рецепттерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және лайк басып, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Мен өте қуанышты боламын. Алдағы уақытта сіздерге күшті рецепттер түсіремін. Сол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Миот қосқан себебім, барлық қоспаларды қосқан кезде ащы болып қалады. Сол үшін миот қоссаңыздар, дәмдері бір-біріне үйлеседі, өте ерекше болады. Қақпағын жауып 30 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта біз көкөністерімізді дайындап аламыз. Тазалап жуып алып, бөліктерге бөліп аламыз. 4 бөлікке бөліп, осылай ұзынша етіп турап аламыз. Туры бейнедегідей. Картоптарды турап алдық. Ендігі кезекте бір дана сәбізімізді осылай домалақша етіп турап аламыз. Бір дана пиязымызды ұзынша етіп тураймыз. Барлық көкөністерімізді турап алғаннан соң, үлкен ыдысымызға салып, барлығын араластыратын боламыз. Дәмдеуіштерімізді қосып, дәміне қарай тұз, приправа және куркумамызды қосамыз. Және қара бұрыш, 3 ас қасық көлемінде сұйық майымызды қосып, жақсылап қолымызбен біркелкі қылып араластырып аламыз. Көкөністерге дәмдеуіштерді қосып дайындап алдық. Ендігі кезекте формамызға сұйық майымызды жағып, көкөністерімізді салып, орналастырып алатын боламыз. Ендігі кезекте маринадталған тауық аяқтарын үстіңгі жағына біркелкі қылып орналастырып шығамыз. Қалған тұздығымызды тауық аяқтарын үстінен құйып шығамыз. Сонда тауық аяқтары өте дәмді әрі сочный болып шығады. Осымен біздің маринадталған тауық аяқтарымыз дайын. Ендігі кезекте пешкеге салып пісіре беруімізге болады. Қызып тұрған пеште 100 градуста 30 минут, градусын түсіріп 180 градусқа және 30 минут пісіріп аламыз. Сонда барлығын қосқанда 60 минутта пісіп дайын болады. Тауық аяқтары пісті. Қараңыздаршы, өте дәмді, ерекше болып шыққан, сочный болып шыққан. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің рецепттерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған Жансая. Ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар.